оқушылар. Бүгінгі сабақта біз мобильді қосымша конструкторлары және мобильді қосымшаны әзірлеу ортасымен танысамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мобильді қосымша құру. Сабақ барысында біз мобильді қосымша туралы білеміз, мобильді қосымша құру кезеңдерімен танысамыз, Meetup Inventor визуалды әзірлеудің бұлтты ортасы және де Meetup Inventor программалау тілінің интерфейсімен танысамыз. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсірейік. Ол үшін бірнеше сұрақтарға жауап берейік. Заттар интернеті дегеніміз не? Жауабын көрейік. Заттар интернеті дегеніміз ол интернетке шығу мүмкіндігімен жабдықталған нысандар желісі. Немесе аналогтық және цифрлық әлемдердегі нәрселердің бәрі біріктірілген кеңістік тұжырымы. Келесі сұрақ. Заттар интернетінің бағыттарын ата және неше бағыттан тұратынын айт. Жауабын көрейік. Заттар интернетінің бағыттары екі бағыттан тұрады екен: тұтынушылық және өнеркәсіптік. Тұтынушылық бағыттарға коммерция, өмір саласы, ақылды үй, медициналық көмек жатады. Өнеркәсіптік бағытқа өнеркәсіп, ақылды қала, логистика және көлік жатады. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын қазіргі таңда жоғарғы сұранысқа ие болған мобильді интернет қызметін пайдаланатындар саны күн санап өсуде. Яғни қазіргі заман талабына сай интернет желісі әртүрлі салада жұмыс жасауда. Ол бизнес болсын, өнеркәсіп болсын, білім саласы, медицина саласында қарқынды қолданылып келеді. Пайдаланушылардың интернетке кіру үшін смартфондарды көбірек пайдаланады. Статистика бойынша қазіргі заманда 80%-ның түрлі қосымшаға жұмсайды екенбіз. Яғни уақытымыздың үлкен бөлігі интернет желісінде өтеді. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз мобильді қосымша. Мобильді қосымша дегеніміз не? Мобильді құрылғыға арналған программалық жасақтамалар. Олардың қызметі қосымшалардың мүмкіндігіне, ішінара мобильді құрылғылардың мүмкіндігіне тәуелді. Мобильді қосымша арқылы тұтынушы тауарлар мен қызметтерге тапсырыс бере алады. Және де жаңалықтардан хабар болады, өзіне ең қысқа ыңғайлы жолды табады. Мобильді қосымша құру кезеңдерімен танысайық. Мобильді қосымша құрудың 3 кезеңі бар. Бірінші кезеңі интерфейс қосымшасын құру. Яғни мобильді приложенияны ашқан кезде біз ең бірінші интерфейс терезесін көреміз. Ол үшін мобильді құрылғының экран моделін, яғни дизайн режимінде қажетті компоненттерді орналастырамыз. Қасиеттер панелінің көмегімен компоненттердің қасиетін баптаймыз. Екінші кезеңде программаларды кодтау режимі, яғни кодтарын құру. Біз төменгі сыныпта Scratch бағдарламасын өткен болатынбыз. Scratch бағдарламасында біз әр блок арқылы алгоритм тізбегін жасайтынбыз, яғни программаны кодтайтынбыз. Сол секілді компоненттер үшін код құрамыз. Бұл кезең блоктар режимінде орналасқан. Әр компоненттің өзінің командасы болады. Қажетті блоктарды белсендіру үшін компоненттерді белгілеп көрсету қажет. Үшінші кезең қосымшаны тестілеу мен ретке келтіру. Яғни дайын қосымшаны біз тестілеуден өткіземіз. Ол үшін мобильді құрылғыға Meetup Inventor қосымшасын орнатамыз. Компьютердегі Android эмуляторын реттейміз. QR-кодты оқып қосымшаны орнатамыз. Қосымшаны тестілеуден өткіземіз. Мобильді қосымшаны қолдану үшін біз Meetup Inventor бұлтты ортасын қолданамыз. Яғни браузері бар компьютер немесе ноутбукты қолдана отырып, біз Meetup Inventor бұлтты ортасына кіру арқылы біз мобильді қосымшаны құрамыз. Meetup Inventor интерфейсін қарастырайық. Meetup Inventor әзірлеу ортасының интерфейсі екі негізгі бөліктен, дизайнер мен редактордан тұрады. Интерфейстің негізгі элементтерін қарастырайық.
Бірінші, жобаның аты. Екінші, жобалармен жұмыс істеудің мәзірі. Үшінші, құрылған қосымшаны қосу тәсілдерін таңдау. Төртінші, дизайнер мен блоктар режимінің арасында ауысу. Бесінші, болашақ қосымша бөлігі жиынтықтарының енуі. Алтыншы, компоненттер. Мұнда жоба қолданып жүрген компоненттердің тізімі орналасады. Жетінші, қасиеттер, свойства. Экранның бұл бөлігінде қосымша компоненттердің қасиеттері орналасады. Сегізінші, экрандар арасындағы ауысу. Мысалы, бірінші экранда қосымшалардың нұсқаулығы, екінші экранда нақты қосымша, яғни оның функционалдық бөлігі болады. Тоғызыншы, қарау. Қосымшаның экранын қарау. Енді практикалық жұмыс жасайық. Meetup Inventor сайтына кіреміз. Ол сайтқа кірген кезде бізде міндетті түрде Google аккаунт болуы қажет. Егер Google аккаунт болмаған жағдайда біз жаңадан ашамыз. Сайтқа кірген кезде алдарыңызда көріп отырғандай терезе ашылады. Бұл терезе жаңа жоба құру. Біз ең бірінші тілді орыс тіліне аударып аламыз. Содан кейін жобалар бөліміне кіреміз. Жобалар бөліміне кіргеннен кейін жаңа жоба құру батырмасын басамыз. Жобаның атын латын әріптермен береміз. Біздің бүгінгі қарапайым жоба ол мысық. Мысық the cat деген ат береміз жобаға. Яғни бізде осындай дизайнерский терезе ашылады. Терезеде смартфон экраны көрсетілген. Яғни біз осы смартфон экран ішіне қажетті батырмаларды қою арқылы біздің қарапайым жобамызды құрастырамыз. Біздің қарапайым бағдарламамыз мысықты сипау, яғни мысықты орналастырамыз, оны сипаған кезде бізде дыбысы шығару керек. Ол үшін біз міндетті түрде интернет желісінен мысық пен мысықтың дыбысын жүктеп аламыз. Оны бөлек папкаға қоямыз. Осы папкаға қойғаннан кейін біз палитра бөлмесіне кнопка батырмасын басамыз. Яғни біздің экранда кнопка батырмасы көрсетіледі. Текст для объекта деп тұр. Көрдіңіздер ме? Осы енді текст для объекта деген жерге біз өзіміз жүктеп алған мысықтың суретін орналастыруымыз қажет. Ең алдымен біз по центру қойып аламыз. Яғни суретіміз ортаңғы бөлікте орналасуы қажет. Енді по центру қойып алғаннан кейін біз өзіміз жүктеп алған суретті енгізуіміз қажет. Ол үшін изображение, свойства изображение бөлімінен загрузить файлды таңдаймыз. Файлға мысығымыз орналасқан жерді көрсетеміз. Біздің экранға мысығымыздың суреті орналасты. Бірақ дегенімен сурет үлкен форматта тұр. Және де астында текст для объекта деп тұр. Сол жерде біз текстті өшіріп тастаймыз. Сосын барып мысықтың суретін өзіміздің смартфонымыздың бетіне ыңғайластырып размерін береміз. Жоғары жақта көрсетіліп тұрғанда размер көрсетіліп тұр. Яғни біз өзіміздің мысығымыздың суретін по центру әдемілеп орналастырамыз. Берілген параметрларды жазғаннан кейін мысығымыз смартфон бетіне толығымен орналасты. Яғни біз өзіміз қандай размерде қажет болады, сол размерді бере аламыз. Келесі жасайтын жұмысымыз енді мысықтың дыбысын шығару. Ол үшін біз надпись батырмасын басып ортаға орналастырамыз. Яғни надпись батырмасына біз мысықты сипау, яғни погладь кошку деген мәтінді енгіземіз. Мәтініміз үлкен әрі әдемі көріну үшін біз мәтіннің қарпын өзгертеміз. Келесі бөлікте бізде жоғарғы сол жақта скрин 1 деп тұр. Яғни біз ол жерге бағдарламамыздың атын жазамыз. Кошечка деп өзгертеміз. Өзгерткеннен кейін біздің смартфон бетінде бәрі тиянақты болып өзгерді.
Енді осы батырманы басқан кезде бізде мысықтың дыбысы шығуы керек. Ол үшін біз медиа бөліміне барамыз, звук деген батырманы қосамыз. Яғни оны невидимые компоненты, яғни төменгі жағына орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін компоненті бөлімінен звукты таңдай отырып, өзіміздің жүктеп алған дыбысымызды жүктейміз. Бағдарламаны программалау керек. Яғни бағдарламаға код береміз. Ол үшін біз панель блокиға барамыз. Сол жерде бізде көрсетілген скрин 1 көріп тұрсыздар ғой. Сол жақта орналасқан. Сол скрин 1-ге орналастырған 3 батырмаға блоктар арқылы алгоритм тізбегін орналастырамыз. Біз енді берілген блоктардың ішінде қажетті блокты таңдаймыз. Яғни кнопка 1-ге біз управление блогын таңдай отырып, что делать, яғни циклдық алгоритмді қоямыз. Содан кейін управление бөлімінен вызов звук, яғни біз кнопканы басқан кезде дыбысымыз шығу қажет. Енді тексеріп көрейік. Біз бағдарламаны жүктеуіміз қажет, яғни смартфоннан көруіміз қажет жасаған жұмысымызды. Ол үшін построить батырмасын басу арқылы приложение создать QR-код немесе приложение сохранить APK на компьютер. Біздің жағдайда QR-кодпен сақтайық. Жүктеу терезесі ашылады. Бағдарлама жүктеледі. Жүктелген соң терезе QR-коды орналасқан терезе ашылады. Сол QR-кодты біз өз смартфонымыз арқылы сканерлейміз. Яғни сканерлеу арқылы біздің экранымызда сайтқа сілтеме беріледі. Сол сайт арқылы біз өзімізге осы бағдарламаны жүктеп аламыз. Ашылған терезеге окей батырмасын басып, басқаннан кейін установить батырмасын басамыз. Бағдарламамыз жүктеліп жатыр. Бізде заблокировка play защита деген шығуы мүмкін, бірақ біз все равно установить батырмасын басамыз. Батырманы бастықаннан кейін біздің бағдарламамыз жүктелді. Яғни мысығымыздың дыбысы шығып тұр. Бағдарлама толыққанды орындалды. Оқушылар топта функционалдық көзқарас негізінде Meetup Inventor ортасын талқылап, бағалаңдар. Берілген үй тапсырмасын жазып алыңыздар.